Ассалаумағалейкум, мұсылмандарым. Мен осыдан бірнеше рет осына тиктокер имам деген туралы айтқан едім, оның қателіктерін түзеген едім. Бірақ көптеген қазақтар маған онда нең бар, неге айтасың деген сияқты сөздер айтқан. Неге айтпаймын? Егер ол бір-екі адамға айтып жатса, мен үндемес едім. Енді ол интернетке шығып бүкіл қазақтарды адастырып отыр. Хадисте айтылады, красноречие от шайтана дейді. Былайша айтқанда, сайраған тіл шайтаннан дейді. Осы Нұрланның аузыменен шайтан сөйлеп кетіп отырады көбінесе. Өйткені бұнда не білім жоқ, не ақыл ес жоқ, не сана жоқ сайраған тілден басқа. Бұл интернетке шығып, өзін блогермін деп, телевизорға шыққанына мәз болып, халықты адастырып жүргендіктен, мына енді тағы да бір шатпағын түзеуге ниет еттім. Тыңдап көріңіздер. Алла тағала Құранда ажырасқаннан кейін әйелге 3 идда күттейді. 3 идда. Бір идда дегеніміз бір менструальный цикл болып табылады. 3 идда дегеніміз былайша айтқанда 3 ай. Ал енді бұл ақмақ, мына надан күйеуден ажырасқаннан кейін екінші күйеуге шыға беруіңе болады дейді. Немесе бір ай күт дейді, бір менструация күтіп шыға бер дейді. Бұл бұндай сөзді Құранды оқымаған, не оқыса да ештеңе оқып қойған адам ғана надан адам айтады. Сондықтан мұндай ақмақ надандарды тыңдамаңыздар. Шайтанның артынан қалай адасып кеткеніңізді білмейсіздер. Мұның надандығын мен ғана емес, мүфтияттың имамдары да айтып жатыр жаңа. Тыңдап көріңіздер. Ажырасқан соң дейді, қанша уақыттан соң тұрмыс құруға болады дейді. Енді қазақ айтты, ажырасқан соң деді. Ажырасқаннан кейін сразу шығып кете берсең болады. Бірақ енді ел дұрыс түсінбейді ғой. Мынау күтіп жүр екен ғой деген сияқты. Енді ең жақсы әдебі бар. Бір етек тазалансын дейді. Яғни бір етекке келіп, бір әдет келіп тазаланғаннан кейін тұрған шықса жақсы бар. Күйеуіменен ажырасқан әйел қашан тұрмысқа шығады десе, айтады, астағфирулла, бір етеккері көргеннен кейін тұрмысқа шыға берсін дейді. Бұл деген, Құдай сақтасын, құрметті бауырларым, бұл өте үлкен орасан қате.